Қыз тағдыры. Айнұр бұл үйге келін болып түскен күнін ешқашан ұмытпайтын жас еді. Бірақ көзінде бір сабыр, бойында бір ұстам болатын. Ғабит оны алғаш көрген күннен-ақ жүрегімен таңдады. Ал Айнұр үшін Ғабит тек күйеу емес, тірегі, қорғаны, өмірінің мәні еді. Екеуінің өмірі қарапайым, бірақ бақытты болды. Таңертең бірге шай ішіп, кешке бірге тамақтанып, күннің қалай өткенін айтып отыратын. Ғабит Айнұрды еркелететін. «Шаршадың ба?» деп арқасынан қағып қоятын. Бұл үйде адам көп еді. Ата енесі, Болатхан ата мен Мейрамкүл апа. Үйленбеген үлкен қайын ағасы Сержан, мектеп оқитын қайын інісі Дәурен. Ата енесі мінезі ауырлау болатын. Бірақ Айнұр ешқашан қарсы келмей, таң атпай тұрып, ас дайындайды, бәрінің артын жинайды, әрқайсының көңілін табуға тырысады. Себебі ол күйеуін шын сүйді. Ал шын сүйген әйел бәріне шыдайды. Сержан тұйық еді, аз сөйлейтін, көп ойлайтын, үйде жүргенімен бөлек адам секілді. Айнұр одан бір түрлі именетін, қорықты ма, әлде қатты сыйлады ма, өзі де білмейтін, бетіне тіке қарамайтын. Ал Дәурен, ол өте көңілді, жеңге деп артынан жүгіріп жүретін, өзінің туған бауырындай болып кеткен. Солай күндер өтіп жатты. Бір күні Ғабит жол апатына ұшырады. Айнұр үшін сол күн өмірдің соңы сияқты болды. Жас әйел күйеуін жер қойнына тапсырғанда, жүрегімен бірге өзінде көміп жібергендей күй кешті. Жылады, үнсіз жылады. Балалар үшін ғана тірі жүргендей еді. 40 күн өтті, 100 күн өтті, үйде тіршілік жалғасқанымен, Айнұрдың ішіндегі қара дауыл басылмады. Жүздігі өткен соң араға тағы бір ай салып, Айнұр ата-енесінің алдына шықты. «Ана, әке», деді даусы дірілдеп. «Сіздерге көп рахмет. Білгенімді асырып, білмегенімді жасырып, әрдайым қолдау көрсеттіңіздер. Мен сіздерді сыйлаймын, құрметтеймін. Бірақ Ғабитім бізді тастап кетті. Енді мен де өз жөнімді табайын. Ерте ме, кеш пе, бұл үйден кетуім керек қой». Мейрамкүл апа үнсіз басын изеді. Ал Болатхан қабағын түйіп, «Келін, бар шаруаңды қыл. Апаңмен сөйлесетін сөзім бар», деді. Айнұр үнсіз шығып кетті. Осыдан кейін Болатхан ақсақал Мейрамкүлге қарап, «Үш баланы қайда апарады?» деді ашулы. «Немерелерім жетім қыла алмаймын. Айнұр кетсе, олар кімнің қолында қалады? Соны ойладың ба сен, Мейрамкүл?» Мейрамкүл апа, «Отағасы, амал нешік?» деді. «Амал бар. Қазақтың салты бар, әмеңгерлік». «Кімді айтасыз?» «Сержанды?» Мейрамкүл апаның жүрегі су ете қалды. «Жоқ, ол келіспейді. Өзіңіз де білесің. Келіспесе Дәурен алады». «Не?» деп дауысы қатты шығып кетті Мейрамкүл апаның. «Дәурен әлі бала. Бала болса ер жетеді. Сен сөзді қой, бар Сержанды шақыр». Сержан отын жарып жатқан. Анасының «Әкең шақырып жатыр» деген сөзі жүрегіне жамандық салғандай болды. Әкесінің алдына келіп отырды. Болатхан біразға дейін үнсіз отырып, Мейрамкүл апа әңгімені жұмсартып бастамақ еді. «Балам, уайымдама, біз тек аузыңды жап, сенің осы сөзің таусылама», деді Болатхан. «Балам, бауырың кетті, артыңда 3 бала. Мен сол балаларды жетімсіреп жүрсін дейсің бе?» «Түсінемін, әке», деді Сержан. «Түсінсең, Айнұрға үйленесің». Сержан орнынан атып тұрды. «Не деп тұрсыз? Ол менің келінім ғой. Бұл салт. Мен ондайға бара алмаймын», деп шығып кетті. Сол кеште дастархан басында Болатхан сөзін ашық айтты. Дәуренге дейін жеткізді. «Әмеңгерлік дегенді білесіңдер ме?» «Иә, қазақтың салты ғой. Ендеше сол салтты ұстайтын уақыт келді». Айнұр бұл сөздерді естіп ас үйден шығып кетті. Денесі дірілдеп кетті. Қозғала алмай қалды. Бірақ бәрін естіп тұр. «Дәурен, сен Айнұрға үйленесің. Мен бе?» деді Дәурен сасып. «Жеңгеме ме?» «Бол», деп Болатхан үстелді ұрды. «Айттым, бітті. Сенен сұрап отырған ешкім жоқ». Сержан орнынан тұрып, «Әке, Дәурен бала.
Айнұрдан неге сұрамайсыңдар? Ол келіседі ме? Үндеме. Ақылы бар әйел келіседі. Айнұр сол жерде тұрып жылап тұрды. Ақыры сержан, Дәуренге тимеңіздер. Егер Айнұр келіссе, мен үйленемін деді. Бұл сөз Айнұрдың жүрегін қақ айырды. Бір аптадан кейін Айнұрдың төркінін шақыртты. Туған әкесі Айнұр кішкентай кезінде қайтыс болған. Анасы кейін екінші рет тұрмыс құрған. Өгей әкесі жаман адам емес, бірақ Айнұрға туған әкенің орнын толтыра алмағаны анық еді. Құдалар төрге шықты, дастархан жайылды. Бірақ бұл жолы ас ішу жай ғана емес, ауыр әңгімеге бастар жол екенін бәрі сезіп отырды. Болатхан ақсақал тамақтан кейін тамағын кенеп, «Құда», деді салмақты үнмен. «Ғабитімізді жер қойнына тапсырдық. Енді ол жоқ. Бірақ артында 3 бала қалды. Біз сол балалардың жәудіреп, жетімсірегенін қаламаймыз». Сәл кідіріп сөзін жалғады. Айнұр жас, ертең тұрмысқа шығады. Ол қандай адам болады? Немерелеріме қалай қарайды? Мен соны ойлаймын. Немерелерім біреудің босағасында масыл болып жүргенін қаламаймын. Айнұр басын төмен салды. Жүрегі кеудесіне сыймай барады. Сіздердің қыздарыңыз бізден кетсе, деді Болатхан. Жиендеріңізді әрине қолдарыңызға аласыздар. Бірақ ертең ұлдарыңыз үйленсе, сонда Айнұр 3 баламен сол үйде қалай отырады? Немерелерім біреуге артық жүк болғанын қаламаймын. Айнұрдың анасы абдырап қалды. «Құда», деді ол дауысы дірілдеп. «Қазір қай заман? Ол салттың қалғаны қай кез? Мен бұған қарсымын». «Асықпаңыз», деді Болатхан сабырмен. «Бұрынғының салтымен сержан мен Айнұрды некелестірсек дейміз». Бұл сөзден кейін төрде ауыр тыныштық орнады. «Жоқ, құда», деді Айнұрдың анасы анық. «Мен келіспеймін. Күйеуі қайтыс болғанына 3 ай ғана болды. Бұл ерте. Оның үстіне қызымның өзіне дейді. Одан сұрадыңыздар ма?» Айнұр анасының сөзін естіп жүрегі бір сәтке жылып қалды. «Біз ойланайық», деді әкесі. «Қазір жауап бере алмаймын». Құдалар тарасты. Сол күні Айнұр анасының жанына барып үнсіз жылап алды. Анасы басынан сипап, «Қызым, уайымдама, мен қарсымын. Біз сені алып кетеміз», деді. Айнұр алғаш рет үміттенді. Бірақ бұл үміт ұзаққа бармады. Бірнеше күннен кейін анасы телефон шалды. «Қызым, қалайсың?» деді ол, бәсең дауыспен. «Біз ойланып көрдік. Мүмкін солай қала бергенің дұрыс шығар. Балалар өз үйлерінде, ата-әжесінің қолында. Сен де сол үйдің келінісің». Айнұр үнсіз қалды. «Анашым, сіз қарсы едіңіз ғой». «Қарсы болсам да өмір ғой қызым. Біз де ойланып отырмыз». Айнұр тұтқаны қойды. Көңілі құлазып кетті. Кешкі асқа дайындық жүріп жатқан. Айнұр қамыр илеп тұрған. Қолының қимылы баяу, ойы басқа жақта. Соңғы күндері ол бір тыныштық таппай жүрген. Үйдің әр бұрышынан естілген әңгімелер, ауыр сөздер, қысым, бәрі жанын қажытты. Сол сәтте ас үйдің есігі ақырын ашылды. Айнұр дауыстан шошып кеткендей селк ете қалды. Артына қараса сержан. «Аға», деді ол дауысы дірілдеп. «Бірдеңке керек пе?» Сержан есікті жапты. «Үй ішіндегі у-шу бұл жерге жетпейді. Сенімен сөйлесуім керек», деді қысқа ғана. Айнұр көзін төмен салды. Іштей бұл әңгіменің оңай болмайтын сезді. «Айта беріңіз». Сержан біраз үнсіз тұрды. Қайдан бастарын білмей тұрғандай ақыры ауыр күрсінді. «Айтылып жатқан әңгіменің бәрін естідің ғой». Айнұр басын изеді. Көзіне жас үйірілді. Мен де өз-өзіме сенбеймін», деді ол әрең. «Сіздер мені бір сәтке де адам деп ойламайсыздар», деді Айнұр. Сержанның қабағы түйілді. «Мен ол сөздердің бәріне қарсымын», деді ол анық. «Басынан ақ қарсымын. Бірақ бәрі менің тағдырымды сіздер шешіп қойдыңыздар», деді Айнұр, көзінің жасын тия алмай. «Менің жүрегімде не барын ешкім сұраған жоқ. Ғабит әлі жер астында су үлгермеді ғой». Бұл сөз сержанның жүрегіне қатты тиді. «Айнұр», деді ол дауысы бәсеңдеп, «сен мені дұрыс түсін. Менің саған қатысты арам ойым жоқ. Бір кезде де болған емес. Сен мен үшін келінсің, аманатсың». Айнұр жылап жіберді. «Онда неге? Неге бәрі менің мойныма артылып жатыр? Мен де адаммын ғой». Сержан үнсіз қалды. Сәлден кейін ғана.
Менің де бұл өмірден күткенім болмаған, деді баяу. Мен ешқашан үйленемін деп ойлаған емеспін. Қазір де ойымда жоқ. Айнұр таңырқай қарады. Онда неге келісіп отырсыз? Сержан тік қарап сөйледі. Себебі басқа жол қалмады, Дәурен бала. Оның өмірін құрбан ете алмаймын. Әкемді де тоқтата алмайтынымды түсіндім. Айнұр басын шайқады. Ал менше? Менің өмірім құрбан болсын дейсіз бе? Жоқ, деді Сержан бірден. Дәл соны айтқым келген. Ол бір қадам алға жылжып, бірақ тым жақындамады. Айтшы, Айнұр, деді ол кідіріп. Сен болашақта тұрмысқа шығамын деп ойлайсың ба? Бұл сұрақ Айнұрға күтпеген соққы болды. Жоқ, деді ол ойланып тұрып. Мен Ғабиттен кейін ешкімді сүйе алмаймын. Бар өмірімді балаларға арнаймын. Сержан терең тыныс алды. Онда менің де айтарым бар, деді ол. Мен де ешқашан ешкімге үйленбеймін. Сол себепті де осы жасқа дейін жалғыз жүрмін. Айнұр үндемеді. Егер сен тұрмыс құрмаймын десең, деді Сержан, ал мен үйленбеймін десем, онда біз бұл некені басқаша өткізе аламыз. Қалай? Ел үшін ерлі зайыпты боламыз, ал өз арамызда бәрі бұрынғыдай. Мен саған қол тигізбеймін, саған еркек ретінде міндет артпаймын. Балалар өз үйінде, өз қанында өседі. Сен де, мен де өзімізді жоғалтпаймыз. Айнұр ұзақ үзіліс жасады. Үнсіз қалды. Ал егер бір күні сіз ойыңызды өзгертсеңізші? Сержан көзін тайдырмай. Онда мен саған бірінші болып айтамын. Мәжбүрлемеймін. Қандай шешім қабылдасаң да қабылдаймын. Бұл сөздер Айнұрдың жүрегін бір сәтке болса да тыныштандырды. Сіз неге осындайсыз, деді ол ақырын. Үндемей бәрін өзіңізге алып жүресіз. Сержан жымиды. Әдет қой. Айнұр көз жасын сүртті. Маған ойлануға уақыт беріңіз. Әрине, деді Сержан. Бұл сенің тағдырың. Мен тек шындықты айттым. Ол есікті бітеді де кетер алдында. Не шешсең де сені түсінуге тырысамын, деді. Есік жабылды. Айнұр сол орнында ұзақ тұрды. Жүрегі ауыр, бірақ бұрынғыдай үмітсіз емес еді. Айнұрдың ата-анасы қайтадан келді. Бұл жолы үнсіз келді. Алғашқы келгенде ашық қарсылық жоқ. Әрқайсының жүзінде ойланып, таразыланған адамның жүзі бар. Дастархан жайылды. Бірақ бұл жолы ешкімнің тәбеті жоқ. Ас ауыз тиіп, шай ішіліп болған соң Болатхан ақсақал баяу ғана сөз бастады. Құда, сонымен не дейсіздер? Қандай шешімге келдіңіздер? Айнұрдың анасы қызына қарап алды. Көзіне жас толып кеткен. Құда, деді ол баяу ғана. Бірінші келгенде мен қарсы болдым. Қазір де жүрегім қарсы. Бірақ өмірдің өз шындығы бар екен. Біз де түн ұйқымызды 4 бөліп ойланып жүрміз. Бұл сөз Айнұрдың жүрегіне пышақтай қадалды. Қызым, деді анасы оған бұрылып. Біз сені ойлап отырмыз. Балаларыңды ойлап отырмыз. Сен 3 баламен қайда барасың? Ертең бауырларың үйленеді. Сен сол үйде қалай отырасың? Айнұр үнсіз, жылағысы келді. Бірақ көз жас та шықпай қалған. Егер қаламасаң, деді анасы дауысы дірілдеп, біз қарсы тұрамыз. Бірақ ойлан, қызым, балалар өз әкесі шыққан үйінде өссе жаман болмайды. Өгей әкесі осы уақытқа дейін үнсіз отырған еді. Ол да сөз қосты. Қызым, біз саған қысым жасағалы отырған жоқпыз. Бірақ мына шешім балалар үшін ең тыныш жол сияқты. Біз де оңа айтып отырған жоқпыз. Болатхан ақсақал орнынан тұрды. Ендеше, деді ол, әйелдер өзара сөйлессін. Біз сыртқа шығайық. Ер адамдар сыртқа шықты. Үйде Айнұр, анасы және Мейрамкүл апа қалды. Мейрамкүл апа Айнұрдың қасына келді. Қызым, деді ол күрсініп. Сен бізді қазір түсінбейсің, бірақ уақыт өте келе түсінесің. Біз саған жамандық ойлап отырған жоқпыз. Анашым, деді Айнұр әрең. Мен Ғабиттен басқа ешкімді сүйе алмаймын. Сүймесең сүйме, деді енесі жұмсақ қана. Сыйласып та өмір сүруге болады. Махаббаттан бұрын балалардың тағдыры тұр, қызым. Айнұр көз жасына ерік берді. Маған күйеуімді жоқтауға да уақыт бермедіңіздер, деді ол еңіреп. Мен әлі тірі адамдай сене алмай жүрмін. Мейрамкүл апа жылап жіберді. Білем, қызым, деді ол. Бірақ әкеңнің айтқанынан қайтпайтын өзің де білесің. Біз тек сенің қиындық көрмегеніңді қалаймыз. Айнұр ұзақ үнсіз қалды. Көз алдында балалар келді. Әкесіз өскен күндері, біреудің қолына қарап қалған күйі, Сержанның сөзі де ойынан шықпады.
Мен саған қол тигізбеймін. Бәрі бұрынғыдай болады. Ақыры Айнұр басын көтерді. Жақсы, деді ол дауысы қарлығып. Егер бәріңіз осылай шешкен болсаңыздар, мен келісемін. Анасы селк ете қалды. Қызым, бірақ бір өтінішім бар, деді Айнұр. Маған қысым жасамаңыздар. Мен өзімді жоғалтқым келмейді. Мейрамкүл апа қызды бауырына басты. Рахмет, қызым. Алла разы болсын. Сол сәтте ер адамдар қайта кірді. Болатхан ақсақал Айнұрға тік қарап, келін, шешім қандай, деді. Айнұр орнынан тұрды. Қолдары дірілдеп, мен келісім берем, деді баяу ғана. Болатхан басын изеді. Онда молда шақырамыз. Сол сәтте Айнұрдың ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Бірақ сонымен қатар бәрі біткендей үнсіздік орнады. Молда келіп некелерін қиды. Молда кеткен соң үй іші бір сәтке тым тыныш болып қалды. Бәрі болғандай. Бірақ Айнұр үшін ештеңе болып қойған жоқ еді. Келін бөлмесі дайын тұрса да сол түні Сержан басқа бөлмеге кірді. Ешкімге ештеңе түсіндірмеді, тек мен ана бөлмеде жатам, деді қысқа ғана. Айнұр үндемеді. Ішінен бір ауырлық түскендей болды. Сол түн некелі болса да екі бөлек өткізілген алғашқы түн еді. Айнұр балалармен жатты. Балалар бірінен соң бірі тыныш ұйқыға кетті. Ал Айнұр көзін жұмса да ұйықтай алмады. Енді мен кіммін? Келінмін бе? Әйелмін бе? Әлде жесірмін бе? Келесі күндерде солай өтті. Таңертең бәрі бір дастархан басында. Сержан сабырлы, салмақты. Айнұр да бұрынғыдай қызметін атқарып жүр. Бірақ бір нәрсе бәрінің көз алдында тұрды. Айтылмайды, бірақ сезіледі. Енесі Мейрамкүл апа бәрін көріп жүрді. Үндемей жүріп, өлшеп пішіп жүргені байқалады. Үшінші күннің кешінде шайдан кейін балалар ұйқыға кеткен соң енесі Айнұрды оңаша шақырды. Қызым, деді ол жұмсақ үнмен, кел бері. Айнұр жүрегі секем алып жанына отырды. Сендер Сержанмен бөлек жатып жүрсіңдер ғой, деді енесі турасына көшіп. Айнұр басын төмен салды. Апа, біз солай келісіп едік. Мейрамкүл апа терең күрсінді. Келісім бір басқа, ел бір басқа, қызым. Бұл үй ауылдың көзі. Ертең сөз шығады. Айнұр үндемеді. Сен жаман келін емессің, деді енесі. Бірақ ерлі зайыпты болып тұрып екі бөлек жату дұрыс емес. Мен әлі дайын емеспін, деді Айнұр дауысы бәсеңдеп. Менің жүрегім, білем, деді енесі. Бірақ өмір жүріп жатыр. Біз сенің жүрегіңде де, осы әулетті де ойлауымыз керек. Сол түн Айнұр ұзақ ойланды. Сержанның айтқан сөздері, енесінің қысымы, ауылдың сөзі. Түн болды. Айнұр балаларды ұйықтатып, бөлмесіне кіре беріп есіне түсті. Бұдан былай ол Сержанның бөлмесіне жатады. Ақырындап басып Сержанның бөлмесіне барды. Қалай кірерін білмей тұр еді. Сержан есікті ашып, Айнұр, кір, неге тұрсың, деді. Айнұр ішке кіріп төсекке отырды. Аға, деді ол ақырын ғана. Сержан сөзін бөліп, киіміңді ауыстырып ұйықта, таңертең ерте тұрасың, еш нәрсе уайымдама, деп шығып кетті. Айнұр дөңбекшіп ұйықтай алар емес, қобалжып, жүрегі атқақтап, қобалжуы басылар емес. Ұйықтай алмады. Біраз уақыттан соң Сержан бөлмеге кірді. Ақырын ғана төсектің шетіне отырды. Айнұрға қарап, әлі ұйықтамағансың ба, деді. Дауысы ақырын шығып, Айнұр, иә, деді. Сержан орнынан тұрып, есікті кілттеді де Айнұрға қарап, есікті кілттеп жүруді ұмытпа, деді. Шкафтан бір көрпені алып жерге тастады да, жастығын алып жерге жатты. Тағы да Айнұрға қарап, ұйықта, таңертең ерте тұрасың, деді. Осыдан кейін Айнұрдың көңілі тынышталып ұйықтап кетті. Осылай арада бір ай өтті. Күндер бірінің артынан бірі өтіп жатты. Сержан мен Айнұр бір бөлмеде ұйықтағанмен, араларында әлі бірде көзге көрінбейтін қабырға бар еді. Түнде екеуі екі жаққа қарап жатады. Бірі тыныс алса, бірі сезіп жатады. Бірақ ешкім бірінші болып, ол тыныштықты бұзбайтын. Айнұр таңертең ерте тұрады. Балалардың киімін реттейді, ас әзірлейді, үйдің тірлігін дөңгелетіп алады. Сержан үнсіз ғана сыртқа шаруамен айналысады. Қорадағы мал, ауладағы сұяқ түйек бәрі соның мойнында. Бір қарағанда кәдімгі ерлі зайыпты. Ал іштерінде екі бөлек әлем. Ағайын туыс, көрші көлең келіп, Құран оқытылды. Сержан мен Айнұрдың отасқандарына шай беріліп, үлкендердің батасын алды. Кеш қайда, жан-жақтан келген кісілер толық тарасты. Айнұр мен Сержан бір-біріне біраз үйреніп қалған.
Бұрынғыдай емес. Қазір екеуі бір-біріне тіке қарай алады. Осы түн екеуі үшін ерекше болды. Олар таңға дейін әңгімелесті. Басы балалардың бүгінгі қызықтарын айтудан басталды. Солай сөзден сөз шығып, Айнұр, аға, сіз неге үйленбедіңіз деді дауысы естілер-естілмес. Сержан біраз үнсіз жатты. Ауыр күрсінді де. Осыдан 20 жыл бұрын, студент кезім. Ай көркем. Мен оған ессіз ғашық едім. Екеміздің махаббатымызға бәрі қызыға да, қызғана да қарайтын. Екеміз мен оқуымды бітірсем үйленеміз деп жүргенбіз. Ай көркем өмірге құштар, жылдамдықты жаны сүйетін, ештеңеден қорықпайтын қыз болды. Сонысымен де маған қатты ұнайтын. Оқу бітіруімізге 1 ай қалған. Жатақханада тұратын жолдасымыздың туылған күні болды. Соған бардық. Табиғат аясында тамаша отырыс болды. Ән айттық, би де биледік, бәрі керемет өтіп жатқан. Бір кезде суға жүзуден жарыс бастап кетті. Көктем кезі, күн жылы болғанмен су салқын болатын. Бір кезде Айкөркем мен де қатысам деп шықты. Қой десем тыңдамады. Ол бала кезінен жүзуге қатысатын. Жалпы оның білмейтін жоқ еді. 8 қырлы бір сырлы қыз еді. Суға сүңгіп кеткеннен Айкөркемді таппай қалдым. Жүзіп бара жатқандардың ішінде Айкөркем көрінбейді. Арттарынан суға секіріп іздедім, айғайладым. Басқа достарымыз да бірден ізде кетті. Бірақ Айкөркем табылмады. Сол күйі одан бір хабар жоқ. Қанша іздегенмен денесін де таба алмады. Мен неше жыл өзімді ол тірі, ағыспен ағып шықты, жағада, аман қалды деп өзімді алдап келдім. Көтіп жүрдім. Кейін мұным дұрыс емес екенін түсінсем де, басқаға көңілім тартпады. Басқа қызды сүйе алмадым. Ал мен өзім сүймейтін қызды алмаймын. Ол қызға үйленіп, оны бақытсыз қылғым келген жоқ деп ауыр күрсінді. Айнұр бір жағынан Сержанның махаббатына сүйсініп, бір жағынан Айкөркеммен бірге бола алмағанына көңілі түсіп қалды. Әлі де сүйесіз бе деді Айнұр. Сержан жымиып қана. Қазір жүрегімде ол туралы жылы естеліктер ғана бар деді. Осылайша олар таңды ұйқысыз атырды. Өздеріне байқалмаса да, екеуі бір-біріне жақын болып келе жатты. Сержанның туған күні де келді. Айнұр өз қолымен торт әзірлеп, түн ішінде бөлмеге алып келді. Екеуі сыбырлап сөйлеп. Себебі Болатхан ақсақал түнде туған күн құттықтау, торт түрлеу дегенді ұната бермейтін. Айнұр Сержанды туған күнімен құттықтады. Қасында кішкентай сыйлығымен хаты да бар. Айнұр ас бөлмеге тортты алып кеткенде, Сержан сыйлықты ашып қарады. Ішінде шарф, хаты бар. Хатқа былай жазыпты. Сержан, сен осы 5 айдың ішінде өзіңнің іс-әрекетіңмен, сөздеріңмен менің көз алдымда, жүрегімде сондай сый-құрметке лайықсың. Құрметтеймін, бағалаймын, рахмет. Тілек білдіруші Айнұр деп жазыпты. Хатты оққанда Сержанның езуіне еріксіз күлкі ұялады. Айнұр бөлмеге кіргенде, Сержан сыйлығына рахмет деп Айнұрдың бетінен сүйіп алғанын өзде аңғармай қалды. Екеуі де бір-бірінен ұялып, не жасарларын білмей сасып қалды. Оқашы жоқ, өзім тоқыдым, игілігіңізге тағыңыз деді. Айнұр үнсіздікті бұзып. Рахмет деп қолдарынан ұстады Сержан. Айнұр қолдарын тартып алмады. Бірі төсекте, бірі жерде жатып, айдың сәулесінен түсіп тұрған жарықпен екеуі бір-бірінің жүзіне ұзақ қарап жатты. Таңертең бәрі Сержанды құттықтап, кешке дастархан жайып, отбасы ішінде атап өтті. Тірліктерін бітіріп, бөлмеге кірген Айнұрды Сержан күтіп отырды. Шаршаған шығарсың деді ол бірден. Жоқ, бәрі жақсы. Үйренген тірлік қой деді күліп Айнұр. Айнұр, мен жұмысқа тұрсам деймін. Қалай болар екен? Қартайған шағымда деп күлді Сержан. Айнұр таңырқай қарады. Өйткені Сержан оқудан келгелі жұмыс жасамайым. Үйдегі шаруашылыққа өзім еге болам деп үйде жүретін. Оның кенеттен айтқан бұл сөзіне Айнұрдың таңырқап қарағаны өтірік емес. Әрине жасайсыз. 3 тіл білесіз. Оқуды қызыл дипломға бітіргенсіз. Оның үстіне түк те кәрі емессіз. Жап-жассыз.
Әлі де қанша қызды ғашық қылатындай жігітсіз ғой, деді. Екі бет қызарып кетті. Сержан да осы сөзді күтіп тұрғандай. Менің бұрын өмірге деген құлшынысым болмаған. Сендер мені өмірге қайта алып келдіңдер. Менің мойнымда 3 аманатым бар. Балаларымды және сені бақытты қылуым керек. Менің ендігі мақсатым сол. Дамимын, өсемін, ақша табамын. Балаларым тек жақсыны көріп, жақсыны жеп өсуі керек, деді. Айнұрды құшақтап, кеудесіне қысты. Айнұр да Сержанды құшақтады. Сержан Айнұрды құшырлана мойнынан иіскеп, көтеріп алып төсекке жатқызды. Бұл екеуінің алғашқы түні, алғашқы жақындасуы. Екеуі үшін бұл таң ерекше атты. Күні бойына екеуі бір-бірінен ұялып, бірақ бір-бірлерін көргілері келіп, Сержан су ішкен болып ас үйге жиі кіріп, Айнұр да бір желеу тауып, қора жаққа қайта-қайта барғыштап, осылайша Сержан мен Айнұр бақытты отбасыға айналды. Уақыт өте келе үйдің іші өзгерді, күлкі көбейді. Балалар да Сержанды тек аға емес, әкенің орнын басқан адам ретінде қабылдай бастады. Бір күні кенже бала әке деп Сержанға қарап қалды. Бәрі бір сәтке тына қалды. Сержан ештеңе демеді, тек баланың басынан сипады. Ал Айнұр сол сәтте жүрегінің бір жолы орнына түскенін сезді. Енесі де бір күні сырттай қарап тұрып, Алла разы болсын, деді. Үйдің түтіні түзу шықты. Бұл үлкен бақыт еді.